Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 2-ші сыныптың 9-шы сабағы. Сабақтың тақырыбы 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттамай ауызша қосу және азайту. Бірінші тапсырма. А нұсқасы: қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір, қорытынды жаса. Бұл жерде 67 қосу 2 дейді. 67-нің өзін 2 разрядқа жіктеген екен. Яғни 67 саны 60 пен 7 саны қосындысынан тұрады. Бұны 2 разрядқа жіктеген кезде ондыққа және бірлікке бөлген. Сосын кейін барып, бұл жерде 60 қосу жақшаның ішінде 7 қосу 2 дегеніміз балалар бірлікке қосып алады. Яғни 60 ондық болғандықтан 7 бірлік және 2 бірлікті бір-біріне қосады. 7-ге 2-ні қосқанда 9, демек 60-ты 9-ға қосқанда 69 болады. Келесі 69 азайту 2 дейді. Бұл жерде 69 саны да 2 разрядқа бөлген екен. Өйткені 69 саны өзі 60 пен 9 саны қосындысынан тұрады. Яғни 60 ондық және 9 бірлік болады. 9 пен 2-ні бірліктен азайтқан жақшаның ішінде. Сонда 9-дан 2-ні азайтқан кезде 7 болады. Демек 60 қосу 7 тең 67 болады. Ә нұсқасында қосу мен азайтуды түсіндіре отырып шығар дейді. 73 қосу 6. Бұл жерде балар 70 ондық және 3 бірлік пен 6 бірлікті қосқан бір-біріне жақшаның ішінде. Сонда 79 саны шығады. Келесі 86 қосу 2 дейді. Бұл жерде 86-ның өзін 2 разрядқа бөлген, жіктеген. 80 және 6 саны қосындысы, 86 деген сан. Енді соны 80 деген бізде ондық, 6 деген бірлік. Демек 6 мен 2 деген бірлікті бір-біріне қосқан. 6-ны 2-ге қосқанда 8. Демек 80-ді 8-ге қосқанда 88 болады. Келесі 54 азайту 3. 50 саны мен 4 саны қосқанда 54 саны болады. 4-тен 3-ті азайтқан. Бұл жерде бірліктен бірлікті азайтқан. Сонда 50 қосу жақшаның ішіне 4 азайту 3, 4-тен 3-ті азайтқанда 1, 50-ге 1 қосқанда 51 болады. Келесі 26 азайту 5, 26 саны өзі 20 деген ондық пен 6 деген бірліктен тұрады. Сонда бірліктен бірлікті азайтқан, 6-дан 5 азайтқан, 20 қосу деп жақшаның ішінде бірліктен азайтып аламыз, 6-дан 5 азайтамыз. 6-дан 5 азайтқанда 1, демек 20-ны 1-ге қосқанда 21 болады. Екінші тапсырма: кестелерді толтыр. Бұл жерде балалар бірінші қосылғышта 33 саны тұр, екінші қосылғышта 6 саны тұр. Демек бұл жерде бірліктерді бөлек қосып алғанбыз. 30 деген бізде ондық, 3 бірлік және 6 бірлікті қосқан. 3-ке 6-ны қосқанда 9, демек 30-ға 9-ды қосқанда 39 болады. Келесі бізде бірінші қосылғыш белгілі, екінші қосылғыш белгісіз, қосындының мәні 77 екен. Бұл жерде балалар бұл қосылғыштар болғандықтан, яғни қосу амалы болғандықтан, оны біз азайту амалымен тексеріп аламыз. 77-тен 6-ны азайтқанда 71 саны шығады. Демек 6 қосу 71 тең 77 болады. Келесі бірінші қосылғыш белгісіз, екінші қосылғыш 9, қосындының мәні 39. Бұл жерде балалар 39-дан 9-ды азайтқанда 30 саны шығады. Демек бірінші белгісіз қосылғыш 30 саны екен. 30 қосу 9 тең 39. Келесі азайғыш 65, азайтқыш 3, айырманың мәні 62. Келесі азайғыш бізде белгісіз, азайтқыш 5, айырманың мәні 82. Бұл жерде балалар 82-ге 5-ті қосқанда 87 болады. Демек азайғыш 87, азайтқыш 5, айырманың мәні 82 болады. Бұны біз азайту амалы болғандықтан қосу амалымен белгісізді тауып алдық. Келесі 89 азайғыш, екінші азайтқыш белгісіз, айырманың мәні 7. Бұл жерде балалар 89-дан 82-ні азайтқанда 7 болады. Келесі үшінші тапсырма: өрнектер құр. Бұл жерде балалар бізге үлгі берген екен. А мен 2-нің айырмасына 7-ні қосу. Жақшаның ішінде А азайту 2, сыртында қосу 7 деп тұр. Енді бізге А және Ә нұсқалар берілген екен. А нұсқасы С пен 5-тің қосындысынан 20-ны азайту дейді. Демек балалар А нұсқасын жақшаның ішінде С қосылған 5, сыртында азайту 20 деп жазамыз. Келесі Ә нұсқасы 70-тен 3 пен К-ның қосындысын азайту. Демек Ә нұсқасын 70 азайту, жақшаның ішінде 3 қосылған К деп жазып аламыз. Келесі 4-ші тапсырма: өрнектердің мәнін тап. А нұсқасында 78 азайту А. Мұндағы А тең 6, А тең 70 дейді. Аның мәндері. Келесі Ә нұсқасында 23 қосу А. Мұндағы А
аның мәні 5-ке және аның мәні 6-ға тең екен. Енді балалар шығарайық А нұсқасын. 78 азайту 6. Бұл жерде балалар 70 ол 10-дық. Бірліктен бірлікті азайтқан, яғни 8-ден 6-ны азайтқан. Сонда бізде 72 шығады. Келесі 78 азайту 70. Тең болады 8 балалар. Келесі А нұсқасы 23 қосу А деп тұр, аның мәні 5 деп тұр. Демек 23 қосу 5 тең 20 қосу дейміз да, бірлікті бірлікке қосып аламыз. Яғни 3 пен 5-ті қосып аламыз. Сонда тең 28 болады. Келесі 23 қосу А, бұл жерде аның мәні 6-ға тең екінші мәні. Демек 23 қосу 6 дейміз да, 20 қосу жақшаның ішіне 3 қосу 6 дейміз. Яғни бірлікке бірлікті қосып аламыз. Сонда тең 29 болады. 5-ші тапсырма салыстыр. Балалар, бұл жерде бізге 27 мен 72 саны берілген екен. Енді балалар, ең бірінші ондығына мән беріңдер. 27 санында 2 ондық, 72 санында 7 ондық. Демек 7 көп болғандықтан 2-ден 72 артық болып тұр 27-ден. Келесі 83 пен 88 саны берілген. Бұл жерде балалар ондығына мән беретін болсақ, екеуінде де 8 ондық. Ал енді бірліктеріне мән береміз. 83 санындағы бірлік 3, 88 санындағы бірлік 8. Демек 8 үлкен болып тұрғандықтан 3-тен 88 саны артық 83-тен. Келесі 53 дециметр және 35 дециметр. Бұл есепте балалар бізге тапсырманы дециметр деген өлшем бірліктер берілген екен. Енді бұл жерде де ең бірінші ондықтарына мән береміз. 53 дециметрде ондығы 5, 35 дециметрде ондығы 3, демек 53 артық болып тұр 35 дециметрден. Келесі 46 килограмм және 46 килограмм. Бұл тапсырма бізге килограмм өлшем бірлігінде берілген екен. Бұның ондығы да бірлігі де екеуі тең болып тұр. Келесі 54 азайту 2 және 52 қосу 3 дейді. 54-тен 2-ні азайтқанда 52, 52-ге 3-ті қосқанда 55, демек 55 артық болып тұр 52-ден. Келесі 47 азайту 40 тең 7, 46-тан 40-ті азайтқанда 6 болады, демек 7 артық болып тұр 6-дан. Келесі 6-шы тапсырма есепті шығар. Жансаяда 25 түрлі түсті карандаш және 3 фломастер бар. Жансаяда барлығы қанша бояу құралдары бар. Ең бірінші балалар, тапсырманың берілген жазбаламыз. Түрлі түсті карандаш бізде 25 екен, ол белгілі, және 3 фломастер бар екен белгілі. Енді бізге табу керегі жансаяда барлығы қанша бояу құралдарын бар екендігі. Демек шешуіне біз 25 карандашты және 3 фломастердің екеуінің мәндерін қосамыз. 25 қосу 3 деп. Сонда бізде 28 шығады. Жауабы сонда жансаяда барлығы 28 бояу құралдары бар екен белгілі болды. Келесі 7-ші есеп балалар, теңдікті құр. А нұсқасында 27 мен 2-нің қосындысының мәні 29-ға тең дейді. Бұл жерде балалар 27 мен 2-нің қосындысы 29-ға тең деп жазып аламыз. Келесі А нұсқасында 70 саны 76-дан 6-ға кем дейді. Бұл жерде балалар 76 мен 6-ның айырмасы 70-ке тең деп жазып аламыз. Келесі 8-ші тапсырма, өрнектердің мәнін тап. 49 азайту 7. Бұл жерде балалар 49 санының өзін 2 разрядқа жіктеп бөлген. Яғни 49 саны 40 пен 9 саны қосындысынан шығады. Демек 40 қосу 9 дейміз, азайту 7 дейміз. Бұл жерде балалар бірліктерден бірліктер азайтылған. Яғни 9-дан 7 азайтылған. 9-дан 7 азайтылғанда 2, демек 49-дан 7 азайтқанда 42 болады. Келесі 91 қосу 7. 91 санының өзі 90 және 1 санның қосындысынан шығады. Демек 90 қосу деймізді, бірлікке бірлікті қосқан, 1-ге 7-ні қосқан. 1-ге 7-ні қосқанда 8, демек 91-ге 7-ні қосқанда 98 шығады. Келесі 38 азайту 6. Бұл жерде бірліктерден бірліктерді азайтқан, яғни 8-ден 6-ны азайтқанда 2 болады. Демек 38-ден 6-ны азайтқанда 32 болады. Соңғысы 43 қосу 5 дейді. Бұл жерде де балалар бірлікті бірлікке қосқан, яғни 3-ті 5-ке қосқан. Сонда 43-ке 5-ті қосқанда 48 саны шығады. Соңғы 9-шы тапсырма. Балалар бір-бірінен болашақта кім болғың келеді деп сұрады. Мағжан суретші, ал Гүлнұр мұғалім болғысы келетіндерін айтты. Арман мен Мағжан дәрігер болмайтындарын айтты. Әр баланың болашақта қандай маман иесі болғысы келетінін кестеге белгіле дейді. Тапсырмада белгілі болғандай, Мағжанның суретші, ал Гүлнұрдың мұғалім болатыны белгілі болды. Демек, бізде Арман ұшқыш,
Алуа дәрігер болады екен. Балалар тор көз дәптерлеріне осы кестені әдемілеп жазып, белгілеп қойыңдар. Осымен сабақ аяқталды. Сабақты соңына дейін тыңдап көргендерге рахмет. Осы видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.